Кеш жарық, Айзада, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Сіздің осы Access микростипендиясының жабылу салтанатында көргенімізге өте қуаныштымыз, және де өзіңіздің 2 жыл арасындағы жеткен жетістіктеріңіз бен тәжірибелеріңізді бөлісе тұрсаңыз. Бұл Access туралы айта кететін болсақ, бұл жастарға үлкен мүмкіндік болып саналды. Ең алғашқы келгенімізде көптеген жұмыстармен таныстық және оны жүзеге асыру барысында аянбай тер төгуде болдық, және де барлық оқушылар бірге жабылып, қандай да болсын қиындықтарға қарамастан сол жұмыстарды бірге атқардық. Соның арқасында біз осындай нәтижеге жеттік. Болашақта осындай 2 жылдық жасаған өміріңізді, яғни басқаларға да бөлісе отырып, осындай Access микростипендиясын ашу деген ойыңызда бар ма? Әрине, ойымда бар. Осы біздің ұстазымыздың берген мотивациясының арқасында келешекте өзімде ағылшын тілінің мұғалімі болуға менде бір ұмтылыс бар, және де өзімнің қасымдағы құрдастарыммен бірге осындай бір проект жазып, оны ұсынсақ деген ойдамыз. Рахмет. Рахмет. Осы дәл осы жаңалықты YouTube арнасынан қазақ және ағылшын тілдерінде мына сілтеме арқылы көре аласыздар. Сіздермен бірге болған мен Аралым Қайратқызы.